менің әкем Роза Рымбаеваға ғашық болды. Айғайлап тұрып Әлияны орындайсың. Одан асқан қыз жоқ бұл дүниеде деп. Абайды сабаған қазақтан не сұрайсың? Родная Розочка деп. Тойларды жек көремін мен ондай. Тойдағы сияқты ортаға шықпайды, орында тұрып ақ та билей береді. Алтын күн, аспан, алтын дән даласы деп сол дәнді жырлаған. Мен соғысқа қарсымын. 3 ағайынды бір-бірін қазір енді қырып жатыр. Алатаудың бір жағы қазақ, бір жағы қырғыз. Жан түршігерлік нәрсе. Қандай жігіттерден ақша жинағанын да білемін. ТМД қазіргі 15 мемлекеттің үздік 3 әншісі анықталды. Ол сіз, Алла Пугачева. Қазір мен Әлияны орындаған кезде мен көзіме жас келеді. Мен де 3 рет депутаттыққа мен ұсынылдым. Мен 3-еуінен де бас тарттым. Неге? Бала кезімізде жүріп жинайтын гүлдер, жазық дала, кедейшілік көрген 30 жыл сондай қалаға айналып кетті. Тыңдаушы өкімет қайда? Жаңаөзен оқиғасы болды, Қаңтар оқиғасы болды. Мен де шығып кетер едім площадьқа. Әділетсіздік болғаннан кейін шығады халық. Пара бермедім, бірақ алдарына сұрап барғаным бар. Өтінішімменен. Сізге бұлай махаббат хаттары келуші ме еді осы Роза апа? Бір ерке қыз бала болдым, шынымды айтайын. Мен уже 30-ға келдім ғой деп әлі айтады. Мәдиде айтады мысалы. Барлығанлар біз бірдейміз. Күйеуімді сағынам. Жалғыздық деген тек қана өмірде емес менде. Жасың өскен сайын түсіне бересің. Қазақ жастары қажет қосымшасын ойлап шығарыпты. Ол жерде әлеуметтік желілерді қалай жүргізуге болады, қалай пайда табуға болатынын үйретеді. Және Каспи қосымшасы арқылы пайда табуды да үйрене аласыздар. Біз Каспиді әдетте біреуден қарызға ақша сұрау үшін, біреуге ақша жіберу үшін ғана пайдаланамыз. Бірақ оның зор мүмкіндіктерін білмейміз. Осы сабақтар бар жоғы 5-ақ мың теңгеге сатылады. Ол жерде 100-ден аса сабақ бар және түрлі бағыттағы сабақтар қосылып дамығанның үстінен дамып жатыр. Егер ақпарат алғыларыңыз келсе, төмендегі нөмірдің WhatsApp-ына жазыңыздар, немесе қажет қосымшасын тіркеп алыңыздар. Қазақ жастарын қолдайық. Армысыздар көрермен қауым. Бүгін бізде қонақта әнші Роза Рымбаева. Роза ханым, сізді көргеніме қуаныштымын. Рахмет. Біздің үйде бір сізге байланысты полемикалар болатын. Әкем сізді жақсы көреді, шешем Мақпал Жүнісованы жақсы көреді. Сізді айттыңыз Мақпал Жүнісова деп. Сонда әркім өзінің әншілерін дәлелдеп жататын. Енді бүгін мінекей сізбен кездесудің сәті туды. Мен сізді бір тойда көрдім, сіз ол тойға қонақ болып келдіңіз. Қонақ ретінде ән салдыңыз. Менің бір байқағаным, сіз бір тойға бір жатсынып тұрасыз ба, тойға бір үйлеспейсіз ба, тойға шықпайтын әншісіз ғой сіз. Өте сирек шығам. Мысалы кеше Бекжан Тұрыстың банкетіне бардық. Дос ретінде сол дос туралы жырды айтып бердім. Қазақ әндерінен құралған попуриді орындап бердім. Актерлар барлығы биге шықты. Сіз болдыңыз бұл кезде? Болдым. Ол енді әр тойдың өзінің форматы бар ғой, әншісі бар ғой. Мысалы тек қана тойдың әнін орындайтын әншілер бар. Олардың мақсаты тойдағы жаңағы қонақтарды билету. Оның мағынасы қандай, оның музыкасы деңгейі қандай, ол мәселе жоқ. Ең бірінші сол ритмменен тарсылдатып, халықты секіртіп, билетіп, дүрілдетіп, әйтеуір тойдың көңілін көтеру керек. Мен бірінші күннен келе жатқан принципім, мақсатым біздің халыққа әдемі әндер орындау. Тойдың жаңағы қуыршағы болмай, күлдіретін жаңағы әртісі болмай, ең бірінші әнші болу. Қазақ тыңдарманымыздың, жалпы өзіміздің Қазақстан халқының музыкалық деңгейінің көтерілуіне мен өзімнің орындаушылығымменен еңбек ету. Сондықтан мен тойларға көп шақырмаймын, мен ешқашан да оған өкпелемеймін. Мен көбінесе концерттік сахнада жүремін. Концерттерім тек қана біздің Қазақстанда емес, шетелде де, Ресейде де, басқа республикаларда да болады. Ондағы барғандағы мақсатым тағы да
Қазақстан композиторларының, совет композиторларының әндерін орындап, біріншіден әншілік деңгейді көрсету, екіншіден музыкалық деңгейді көрсету, үшіншіден міндетті түрде жанды дауыспенен үлкен оркестрменен концерт беру. Үлкен оркестрменен концерт беру дегеніңіз ол өзіңнің деңгейіңді, кәсіби деңгейіңді көрсету. Сондықтан міндетті түрде той әншісі болайыншы деп ән жазбаймын ешқашанда. Ой, мынау тойға келеді, тура тойға барсам бәрі тарсылдатып билейді деген ондай менің ойым жоқ. Ең бірінші жақсы ән табу. Өкінішке ол жақсы әндер де өте сирек жазылады. Көбінесе барлығы осы форматқа көшіп кетті, той форматына. Енді әркімнің өзінің мақсаты бар ғой. Алға қойған принципі бар, көзқарасы бар, түсінігі бар. Не үшін мен осы сахнада жүрмін деген. Мен ойлаймын, енді ата-бабаларымыздың да кезінде тойдың әндері болған ғой. Тойдың жаңағы сәнін келтіріп, тойдың иесін мақтап, дәстүрімізді мақтайтын, халықтың арасынан шыққан дәстүрлі әншілер, олар міндетті түрде тойларда, үлкен жиылыстарда шырқаған ғой әнді. Солардың енді әндері бүгінге дейін жетті ғой. Бірақ олардың өзі де қазіргі кездерде өте сирек орындалады, себебі той деген ол ерекше бір формат бар бізде. Сол формат бойынша біздің музыканттарымыз, мен енді олардың деңгейлерін айтпай-ақ қояйын, көбінесе сол тойдан ақша тауып, тойда ән шырқап, тойда жүргенді дұрыс деп санайды. Сіз осы сұхбатқа келісерде сізбен сөйлескен кезде сіз айтып қалдыңыз, қазір бізде бір сын көтеру деген жоқ деп. Өкінішке орай. Неге ондай қорытындыға келдіңіз? Жалпы қазақ халқы сынды өте сирек қабылдаған ғой. Абайды сабаған қазақтан не сұрайсың деген сөз бар, өзіңіз білесіз. Енді Абай атамыз да өзінің кезінде осы біздің кемшілігімізді, ұлтымыздың надандығымызды, мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма деген сөздер бар, мысалы Абай атамыздың. Сондықтан ол сынды ешқашанда жоғарғы отырған басшылықтар бірден қабылдай алмайды, бірден түсінбейді де. Оны міндетті түрде оппозиционер, бүлікшіл, халықты көтеріп жатыр деп. Сол сын айтқан адамның да бір кемшіліктері бар. Кейбір кезде сын айтқанда нақтылы фактілермен айту керек қой. Нақтылы цифрлармен. Былай болды, былай болды, былай. Бірақ оны тексеретін органдарда сол ана жақ болып кетеді да. Содан халық ренжігеннен кейін шыдамайтын адамдар айғайлап айтады. Біздің басшылығымызға жетпейтін сол сынды тыңдап, барып сол жерді тексеруге жіберсе. Сонда ол адамның айтқаны шын болып қалса, әрине сол жердегі ұрлықшылар жаңағы жауап береді. Өтірік болса, ол адамның өзі жаңағы таяқ жейді дегенде ғой. Бізде керісінше тексеріс жоқ, жаңағы алаңға шыққан адамдардың барлығын бірден ести қоймайды, өкінішке орай. Сондықтан көптеген сын түзелмей қалады, елеусіз қалады. Мысалы, біздің өнер жағынан қазақ фильмде бір көтеріліс болды ғой. Оны мен осы инстаграмдағы интервьюінен де тыңдадым. Енді оны да тексеру керек еді. Неге 150 адам, мысалы, кино түсіруші адам көтеріліске шықты? Нақтылы оны тексеріп, соның шын өтірігін былай көзіне анықтаса. Анықтау керек қой. Бізде сол жағы жетпей жатады, әйтпесе демократия деп қазір инстаграмға шулай береміз, шыға береміз. Бірақ тыңдайтын құлақ жоқ. Тыңдайтын құлақ болар еді, егерде сол үшін еңбек ететін адамдар болса. Өкінішке орай. Демек, сіздің жаңа айтып отырған пікіріңіз бір билікті сынау, бұл бір билікке деген қарсылық емес, керісінше бір жанашырлық шығар. Адам сынағанда жанашырлықпен сынайды ғой, жақсы болса деп. Сын түзелмей, мін түзелмейді дейді ғой қазақ. Ол сынды еріккен адамдар айтпайтын шығар. Қорқақ адамды айтпайды. Оны жүрегі қатты ауырған, өзінің ел үшін жүрегі ауыратын сондай адамдар
айтады деп ойлаймын. Ондай адамдар жай адамдар емес деп ойлаймын өзім. Осы сіз 30-ға толмай халық әртісі атандыңыз. Мен 26 жасымда алдым халық әртісін. Сол 30-ға толмай деп отырғаным Иә. сол ғой. Өзбекстанның еңбек сіңірген әртісісіз. Иә. Қырғызстанның халық әртісісіз. Иә. Қазақстанның еңбек ерісіз. Бұл енді сіздің атақтарыңыздың бір парасы ғана. Иә. Бірақ осы атақтардың бәрінен менің енді субъективті пікірім, Роза Рымбаева деген атақ бір үлкен сияқты көрінеді маған. Осы атақ мәселесінде сіз осыларды бір қалай қабылдадыңыз, сізге қалай әсер етті? Сізге не берді? Әрине, әрбір атақ мен үшін төбемнен жай түскендей болады. Себебі ешқашанда атақ алу үшін ән шырқаған әнші емеспін мен. Мен өзі табиғат, Алла тағала дейді ғой, ән шығып жаратқаннан кейін мен өмір бойы осы әнші деген атқа сәйкес келіп, және де халыққа бір жақсы, бір әдемі әндер, халқымыздың музыкалық мәдениетін көтеретін әдемі әндерді орындауға тырысамын. Бір жағынан, екінші жағынан ел сияқты қайталап әндерді орындамаймын мен. Одан кейін барлық композиторды мен бірдей орындамаймын. Бізде кейбір әншілер күнде жаңа ән жазып жатырмын дейді ғой. Бірінен бірі әндері ұқсас әншілер бар. Мен 10 әннің ішінен бір әнді таңдауым мүмкін. Ол менің музыкалық талғамыма байланысты. Сондықтан әрбір атақ мен үшін шынында да бір жаңалық, таңғалу болды. Себебі мен енді бұл атақтарды алмай тұрып, бірінші Қазақстанға еңбек сіңірген атақты алдым. Одан кейін Қазақстан халық әртісін алдым 26 жасымда. Одан кейін жақында еңбек ері деген атақ алған кезде мен ойладым, бұл бір қателік шығар, дұрыс информация емес шығар. Бұл біреудің айтқан бір әңгімесі шығар деп сенбей жүрдім. Себебі еңбек ері деген атақты мынау еңбектің, нағыз еңбек жасап жүрген, құрылысшы болсын, диқан болсын, балықшы болсын, мұнайшы болсын, сондай еңбек адамдарына берілетін атақ деп мен өзім әлі күнге дейін солай ойлаймын. Неге бұл атақ берілді? Біріншіден, менің сол 50 жыл болды сахнада жүргеніме. Сол 50 жылдық еңбегім шығар. Әлі күнге дейін сол қазақтың ең бір танымал әншісінің бірімін. Екіншісінен тек қана Қазақстан бойынша емес, жалпы халықаралық деңгейде көп жүремін. Содан кейін мен осы атақтар алардың алдында 7 конкурстың лауреатымын. Бірінші республикалық конкурсы мен 75 жылы соғыстың, жеңістің 30 жылдық мерекесінде жеңіп алғам конкурста. Одан кейін 2 конкурс, бүкіл одақтық конкурс, онда да мен осы Қазақстан әншілердің ішіндегі бірінші лауреатпын. Онан кейін 4 халықаралық конкурсқа қатысқанда да Қазақстанның атынан емес, мен Совет одағының атынан барғанмын. Сондықтан Совет одағының көрермені мені сол конкурстар бойынша жақсы таныды, және де совет композиторларын орындаймын. Кез келген қалаға гастрольге барсам, мен ең бірінші Қазақстан композиторлармен қатар совет композиторларын орындаймын. Сондықтан менің әндерім ол жақта жақсы қабылданады. Тіпті кейбір біздің қазақ композиторларының әндерін мен 2 тілде орындаймын. Не орысша орындаймын. Себебі менің айтып тұрған әнім түсінікті болу керек. Музыкасынан басқа, аранжировкасынан басқа мағынасы түсінікті болу керек. Бұл ТМД аясында ғой қазір. Иә, ТМД аясында. Сондықтан мен өзім осындай атақтарға таңғалған емеспін. Біріншіден, екіншіден тосқан да емеспін. Қатты бір реагировать етіп, Құдай салмасын той жасап, бір кешке дейін реклама жасаған емеспін. Енді қазірде бұлай атақ аз берілмейді. Сіз совет кезін көрген адамсыз, ол кезде де көп. Мен атақтың барлығын совет одағы кезінде алғам. Қазір бір беріліп жатқан атақтарға көзқарасыңыз қалай? Қазіргі критерийлерге, мысалы жаңа өзіңіз айтқандай, бір атақты адамның еңбегіне береді. Мынаны істедің, осыған деген сияқты. Ал қазіргі беріліп жатқан атақтарға қалай қарайсыз сіз? Халық әртісі деген атақ
біздің мемлекетіміздегі ең жоғары атақ әртіс ретінде. Халық әртіс деген атақты орындаушылық шеберінің жоғары деңгейі үшін берілу керек. Ең бірінші ол орындаушы. Ол администратор, продюсер, андай мұндай емес. Орындаушылық. Сен орындаушылық, шығармашылық өнеріңменен мынау бүгінгі біздің Қазақстанымыздың мәдениетіне өсіп өркендеуіне, әсіресе енді мен музыка саласында болғандықтан соның деңгейінің көтерілуіне еңбек еткенің үшін берілу керек. Мысалы, менің сүйікті әншілерім Ермек ағамыз, Серкебаев, Әлібек Нешіп. Бұлар енді қазақ өнерінің емес, дүниежүзілік деңгейдегі танымал әншілер. Көрдіңіз бе? Ол қазақ өнерін сондай деңгейге, әншілік өнерін деңгейге жеткізген адамдар. Мысалы, бұл кісілердің атағы егер де Италияда болса, басқа мемлекетте болса, бұдан жоғары болмаса, кем болмас еді атақтары. Сондықтан мен ойлаймын, ең бірінші орындаушылық, шеберлік. осы критериялар алыну керек, Иә. Сіз 2012 жылы Жапония, Түркия, Беларусь, Ресейде концерттік турнир өткізіпсіз. Иә. Сол шығармашылық сапарларыңыз бір насихатталмай қалған сияқты көрінеді маған. Енді біріншіден мен ешқашанда өзім бармаймын, мен арнайы шақырумен баратын әншімін. Жақында мен Якутияда, сосын Тува АСР мемлекетінде, мысалы, екі оркестрмен жұмыс едім. Туваның үлкен оркестрмен мемлекеттік, және де Москваның, Ресейдің үлкен оркестрменен жұмыс істеп қайттым. Мен дегеніңіз осы, бұл мүмкін кемшілік пе, мүмкін білмеймін. Ешқашанда өзімнің жүрген жерімді, басқан тауымды дегендей насихаттамаймын. Мен барып өз өнерімді, концерттік бағдарламамды көрсетіп, сол жерден сол тыңдарманның бағасын алып, қайтадан шақырту алып жүрген әншімін. Жапонияның сапары қалай болды? Жапонияға мен 3 рет бардым. Ол мынау Семей-Невада қозғалысының жалғасы, Семей-Невада Хиросима деген антиядролық қозғалыс бар. Сол август айында ылғида олар сол жаңағы атом бомбасының жарылған күні ғой. Сол күні олар сол күні еске алады. Сол атом жарылысынан зардап шеккен, қайтыс болған Хиросима қаласында болады. Хиросима қаласының тең ортасында жаңағы сол атом жарылыстан кейін қираған бір үйді арнайы қалдырған. Сол үйдің қаңқасын қалдырған. Міне бүкіл қаламыз осындай болды деген. Онан кейін документалдық фильмдерді көрсетеді. Документалдық фильмде жаңағы жарылыстан кейін қаланың түрін көрсетеді. Адамдар жараланған, өліп жатқан адамдарды көрсетеді. Енді жан түршігерлік нәрсе. Содан кейін соны олар жылда еске алады. Жылда еске алады, сол кезде әрине осыған байланысты әндер орындалады. Мен жапон хорыменен орындадым. Жапон әншісіменен орындадым. Біздің Семей-Невада қозғалысына арналған Төлеген Мұхамеджановтың Лоқбек Естәулетов екеуінің жазған Заманай деген әні бар. Олар өз тілінде орындайды. Мен бір куплетін қазақша орындаймын, олар бір куплетін жапонша орындайды. 3-ші куплетті қосылып орындаймыз. Сондай жерге мені міндетті түрде шақырады. Сондықтан олар өздері де келіп кетіп жүреді. Біздің осы Семейге институтына барып, жаңағы жергілікті денсаулық жағын зерттеп, сол атом ядросының жарылысынан кейінгі өмірді зерттеп қайтады. Ол кісілерді Алматыға келгенде мен қарсы алам, дастарханымды жасап, жаңағы сыйлықтарымды беріп, шығарып салам. Керемет әсер. Дос болып кеттік. Әсер дегеніңіз сол ғой. Болған дүниені біріншіден еске алып, екіншіден өзіңнің соның насихаттауына үлес қоссаң. Біз немен қосамыз үлесімізді? Әнімізбен қостық. Заманай қазір осы Семей-Невада қозғалыстың гимні ғой. Оны жапонда да айтады. Қазір көрдіңіз бе? Сондықтан шығармашылығымызбенен үлес қостық деп ойлаймын. Біздің елде атом жарылысы болған кезде біз ешқандай насихат, ешқандай документалдық фильм, ештеңе біз көрмедік. Әлі күнге дейін бізге ол бір құпия дүние. Көп халық біле бермейді, естігені болмаса. Семей трагедиясы. Иә, естігеніміз болмаса, былай ашық насихат жоқ қой.
көрдіңіз бе? Ал сіз өзіңіз сол өңірдің адамысыз. Иә. Сіз не естіп өстіңіз? Мен қалада оқыдым 1-ші класстан бастап. Сонда бізді сабақ кезінде сабақты тоқтатып, бүкіл мектептің балаларын стадионға шығаратын. Жер сілкінісі болады деп. Сол кезде сол жер астыма, жер үстіме жаңағы атомның жаңағы жарылуы ғой. Сонда егерде мектеп құласа, баяғы балалар қалып қоймау керек деп бізді стадионға шақырады. Біз стадионға шығып мәз болып, ура, сабақ жоқ деп қуанып, миымызға кіріп шықпайды біздің елде не болып атқан. Себебі ол айтылмайтын, құпия болатын. Сондай қалада мен өстім. Ол мектепте біз оқып жүргенде бірнеше рет болды. Ал сол Семей полигонынан зардап шеккен адамдарды көрдіңіз бе? Енді біздің өзіміздің семьяда да рак ауруынан қайтыс болғандар бар. Біздің көршілерімізде бар. Біздің ауылдың азаматтары 60-қа толып кетіп қалғандар көп. Мысалы, оны да кезінде сол полигонның жаңағы Зардабы. деп үйтіп айтпайды. Рак просто и все, ни с того, ни с сего дегендей. Әлі де енді ондай аурулар көп қой біздің елімізде. Әлі көп. Менің өзімнің туған сіңілім миына операция жасалған рак головного мозга. Мысалы, ол кісі инвалид. Мысалы, мен өзімнің семьямда сондай бар. Жаңа біз сын туралы айтып жатырмыз. Осы адамдардың бір жан дүниесіндегі бір жан айқайын айтып жатырмыз. Адам былай талантты адам тек өзінің талантымен ғана ұлы болмайтын сияқты, өзінің бір әділет сүйгіштігімен, өзінің бір азаматтық ұстанымымен де. Мысалы біз жиі еске аламыз Роза Бағланованың Арал трагедиясы туралы айтқан сөзі бар, желтоқсанға қатысты айтқан сөзі бар. Ол бір ұлттың әншісі, бір тек сахнада ғана емес, сахнадан тыста бір өзінің дауысын білдірді. Сіздің есіміңізді Роза Бағланованың құрметіне Мен бала кезімізде қойды деген. Иә, мен туған кезде сол апамыз біздің жақта гастрольде болған болу керек. Менің ата-анам енді өмірден өтіп кетті, мен олардан сұрай алмаймын. Сол кезде апамыздың ең биік бір Қазақстандағы жұлдыз екені, сол кезде халықтың сүйіктісі болғаны, халықтың ең әдемі әншісі болғаны, сол ықпал еткен болу керек. Мен туған кезде сол менің үлкен апайым Роза деп қойған екен. Сіз ұлы әншіні көрдіңіз ба? Алғаш көргендегі әсеріңіз қандай болды? Біз Роза апамен Қазақ концерт бірлестігінде бірге жұмыс істедік. Апамыздың өзінің коллективі болды, ансамблі болды. Ол кісінің гастрольдік жоспары бір бөлек, біздің Арай ансамблінің гастрольдік жоспары бір бөлек. Анда-санда Республика сарайында бірге сахнаға шығып, жаңағы бір жалпы концерттерде кездесіп тұрдық. Апамыз енді қызым деп былай қатты мені жақындатқан жоқ. Бірақ қызым деп енді сыртымнан жақсысы көрген шығар. Менің де сондай бір іші бауырына кіріп кететін бір қасиетім жоқ. Себебі мен өзім сезіп тұрам. Ішкі сезімім бар. Ұнатып тұрма, ұнатпай тұрма дегендей. Сондықтан кішкене алшақтап, былай ақырын ғана құрметімді көрсетіп. Ал ол кісінің творчествосы сізге қалай әсер етті? Енді Қазақ радиосын тыңдап естік қой бала кезімізден. Апамыздың әндер шырқалып ататын. Көп әндерді біз апамыз арқылы білдік. Көп композиторды апамыз арқылы білдік. Мысалы, сол кезде әсем дауысты апамыз ән шырқаған кезде енді бүкіл Қазақ радионы қаттырақ шығарып дауысын тыңдаған болар деп ойлаймын. Біздің үйде солай болды. Осы қазір бізде қоғамда ән айтатын адам бір ойы таяздау, бір дариғашыл, дарақылау адам деген бір көзқарас бар. Бірақ енді шындығында музыка бұл бір интеллектуалды өнер ғой. Неге осындай бір ой пайда болды деп ойлайсыз? Мен ойлаймын, нағыз кәсіби маман, оқыған маман, ол әр қашанда өзіне сын көзімен қарайды. Біріншіден. Екіншіден, ол міндетті түрде өзінің деңгейін біледі. Өзінен 10 есе жоғары тұрған әншілер бар екенін, болғанын біледі оқыған адам. Себебі ол кәсіби маман ретінде, оның түсінігі кәсіби маман ретінде әр нәрсенің өзінің бағасы бар деген сөз ғой, деңгейі бар деген сөз. Ал енді көбінесе
бізде кездейсоқ шығып кеткен жұлдыздар бар аяқ астынан. Ондай біздің қазақ сахнасында өкінішке орай көп сондай жұлдыздарымыз. Одан кейін әрине үйдегі тәрбиеге де байланысты, айналасындағы тыңдарманға да байланысты. Мысалы, сын айтушылар көбірек болса, ол әртіс орнына өзінің орнын білетін еді. Бізде асыра сілтеушілік деген де көп. Өзіміз мақтаймыз. Өзіміз оны еркелетеміз, өзіміз мақтаймыз. Одан кейін ол соған сенеді. Сосын өзін ешкіммен салыстырмай, ешқандай ешкімменен жақын қоймай, өзін ерекше үлкен биік жұлдызбын деп сол сеніммен кетеді. 1977 жыл Болгарияда өткен сіздің гран-приді ұтатыныңыз, жұлдызды шағыңыз, золотой арфи тұтқан. 83 жыл Кубада Гран-при алдым, иә. гран-при алдыңыз, гала 1983. Түркиядағы 86 жыл алтын микрофон. 79 жылы. Бұл 79 ба? Иә. 24 жыл Славян базарында қазылар алқасының төрайымы болдыңыз. Төрайым болдым, иә. Төрайымы болдыңыз. Оның алдында көп рет жай жюри мүшесі болғам. Осы біздегі музыкалық байқаулар мен шетелдік музыкалық байқаулардың айырмашылығы қандай? Біріншіден, мамандар жоқ деп айта алмаймын. Қаржы мәселесі болар. Мысалы, Славян базарына арнайы соғылған зал бар Витебск қаласында. Тек қана Славян базарында ол жұмыс істейді. Ол президенттің қадағалауымен өтетін конкурс. Бір жұма өтеді, бір жұма бойы фестиваль болады, бір жұма бойы конкурс болады, бір жұма бойы сол фестивальға жан жақтан қонақтар, жұлдыздар келіп концерт береді. Және де Витебск қаласы Белоруссия, Литва, Польша, Германиямен көршілес тұрғандықтан, Белоруссия ең бірінші туристерді қабылдау. Сол фестиваль арқылы көрермен жинау. Және де туризмді дамыту. Одан кейін президенттік деңгейде болғандықтан ол жерде ең жақсы техника қойылады. Ең жақсы суретшілер, ең жақсы режиссерлар, ең жақсы коллективтер сол жерде сахнада өнерін көрсетеді. Сондықтан ол бір ғана мемлекеттің жұмысы емес. Ол жерде міндетті түрде Россия қатысады, ол жерде міндетті түрде Украина қатысады. Бұл 3 славян мемлекетінің фестивалі болған басында, ең басында. Онан кейін ол тек қана Витебск емес, Украинада да болған бір жылы. Онда да мен болғам. Онан кейін Украина тоқтатты. Сонымен қазір Ресей мен Белоруссияның екеуінің фестивалі болып саналады. Ал бізді Орта Азияны, Кавказды олар қонақ ретінде шақырады. Және де конкурсқа қатысуға қақымыз бар. Сіздің Кубадағы сапарыңыз, сіз Куба оркестрімен дән салдыңыз, иә? Мен Куба оркестрімен. Сіз бір сұхбатыңызда айтасыз, испанша сөйлеп кеткен кезім болды деп. Иә, себебі Кубадағы өткен конкурс Куба композиторының әндерін испан тілінде орындау Куба оркестріменен. Сондықтан талап сондай. Иә, одан кейін ол конкурс біткеннен кейін 15 мемлекеттен әнші қатысты. Ол көбінесе социалистік лагердегі әншілер қатысты. Одан кейін Чехословакия, Польша, Болгария, Германия, Венгрия, барлық қанша мемлекет бар социалистік жаңағы. Олардың өздерінің мақсаты солай болды. Одан кейін ол да сол Куба президентінің қадағалауымен өтетін конкурс. Одан кейін Куба композиторларын насихаттау, Куба әндерін насихаттау. Одан кейін біз де тырысып сол Кубаның ең жақсы композиторларының әндерін ерекше аранжировка жасап, барып испан тілінде орындадық. Сол конкурста мен гран-при алғам. Одан кейін гран-при алғаннан кейін 40 күн Куба оркестріменен бүкіл Кубаны аралап концерт беру. Келесі жылы қайтадан шақырылып, қайтадан 40 күн Куба оркестріменен гастрольде Куба композиторларының әндерін орындау. Сондықтан енді ол мен үшін үлкен бір тәжірибе. Содан кейін маған ұсыныстар болды. Ары қарай гастрольдік сапарға Мексика еліне бар. Себебі испан тіліндегі мемлекеттер шақыра бастады, бірақ мен оның ешқайсысына да қол қоймадым, ешқайсысына да келіспедім. Өзім еліме қайтып келдім.
жеңдім де қайтып келдім. Куба десе бізге әдетте мына қарапайым көрерменге бокс түседі ғой есіне. Бұлай ол халықтың музыкасы қандай екен? Мәссаған, ол халықтың музыка түсінуі деңгейі өте жоғары. Себебі Кубада африкалықтар бар, испандықтар бар, ортасындағы нәсілдер бар, ақ нәсілдер бар. Жан жақтан жаңағы латиноамериканская музыка дегеніңіз, ол Америка музыкасы да бар, латинос да бар, Африка музыкасы да бар олардың жаңағы музыкалық түрлі синтез жинақталған дейсіз ғой. Иә, ұлттар да сондай, халқы да сондай. Сондықтан егер де музыка керемет орындалып жатса, әншілік шеберлік керемет орындалып жатса, әсіресе шарықтау шегінде зал бірге тұрып кетеді ана әншіменен бірге. Көрдіңіз бе? Қабылдаулығы, түсінуі, одан кейін билейтін жерде олар орнынан тұрады да билей береді. Иә, тойдағы сияқты ортаға шықпайды, орнында тұрып ақ та билей береді. Ана әншіге поддержка береді. Көрдіңіз бе? Сондықтан өтте музыка жағынан жоғары мемлекет. Енді өзіңіздің замандастарыңыз, аға буындар біледі, бірақ қазіргі жастар қаншалықты білетін білмеймін. 1978 жылы КСРО-да өткен «Звуковая дорожка» дейтін хит парадта осы ТМД қазіргі 15 мемлекеттің үздік үш әншісі анықталды. Ол сіз, Алла Пугачева, София Ротару үздік. Енді сіздің сол кезде алғаш кездесуіңіз ба Алла Пугачевамен? Алла Пугачева мен конкурста болғанда, «С песней по жизни» деген 77 жылғы конкурста ол кісі жюри болған. Онан кейін көптеген фестивальдарға, концерттерге бірге шығып жүрдік. Әрқашанда маған өте жылы сондай сезімменен. Себебі мен оның қасында баламын ғой. Ол кісілер 40-қа келген әншілер, 20 жыл филармонияда жұмыс істеп, тәжірибе жинаған, көптеген конкурстарда, және де Москва деңгейінде жүрген әншілер, СССР-дың бірінші әншілер. Мен анау Алматыдан келген, Алматыға ауылдан жаңа келген, көзі бақырайған қара қызбын. Көрдіңіз бе? И солардың қатарына қойғаны әрине мен үшін де бір шок дейді ғой. Әлі күнге дейін соны айтады көптеген біздің тыңдарманымыз. Ол мәселе олардың қатарында жүру емес, ол менің орындаушылығыма, менің әндеріме берген баға деп ойлаймын. Әйтпесе мен олардың қасында 2 есе жаспын. Сізді былай қалай қабылдады, ол кісі қандай екен өмірде? Мен енді білем, сіз Мәскеуде талай телебағдарламаларда болған кезде, қазір де барып жүрмін ғой. Ол кісі сізді жылы қабылдайды, құшақтап, родная розочка деп. Ол кісі енді былай өмірде қандай адам ол кісі? Өмірде өзіне жақын адамдарды өте жылы қабылдайды. Мысалы, біздің астудиямыз, біздің Батырханымыз ол кісінің ең сүйікті музыканттары болған. Олар да сол Алматыдан шығып барды ғой Москваға, мен сияқты. Сондықтан ол ең бірінші сол музыкалық дарынын, талантын жоғары бағалайды адамның жалпы. Сондай адамдар менен көбірек ол жақын. Бізде ол кісінің қасында жүргенде біздің ең үлкен ұстазымыз сияқты көрінеді. Себебі ол кісі сахна шебері ғой. Жалпы мамандығы бойынша екеуміздің біліміміз бір. Мен музыка, драма театрының актерымын. Ол кісі соның режиссерлығын бітірген. Актрисаны, прежде всего актрисаны. Сондықтан орындаушылық шеберлігінің барлығы актерлік шеберліктен туып отады. Сосын орындайтын әндердің барлығы характер, женский характері дейді ғой. Әйелдердің мінезін, әйелдердің өмірін көрсетеді. Көрдіңіз бе? Ол кісі сол актерлікке жақын әндерді таңдайды көбінесе. Және де оған арнайы жазады. Бізде өкінішке орай көбінесе даусыңды көрсету, жаңағы диапазонды көрсету, мына актерлік шеберлікті көрсететін әндер өкінішке орай аздау. Жуырда ол кісінің сұхбат шықты, Гордееваға берген. Өзінің балаларына бір ар-намысына тиетін сөздер айтылғанын, жалпы мен бір соғысқа қарсылығын айтты ол кісі. Мен енді сталиндік кезеңде өмір сүрген адамын, қазірде ондай кезеңде енді мен өмірімді аяқтағым келмейді деген сияқты бір пікірлерін айтты. Сіз ол сұхбатты көрдіңіз бе? Сізге қалай әсер етті? Толық көргем жоқпын, бірақ тыңдаған ол кісінің жауаптарының барлығы мен шынында да дұрыс деп қабылдаймын. Менің ең бірінші көзқарасым Украин, Беларусь, орыс 3 ағайын ғой. Славян халқы.
древняя Киевская Русь деген біз тарихтан өткенбіз. Ол Киев тіпті сол древний Рустың басы болатын. Көрдіңіз бе? Ол кезде орыс, украин деп бөлінбейтін. Мәскеу, Петербургта жоқ ол кезде. Иә, сондықтан шыққан тектері барлығы сол древняя Киевская Русь қой. Ал енді үш ағайынды бір-бірін қазір енді өзіңіз білесіз қырып жатыр. Басқаша келісуге болмады ма? Дипломатия жолыменен. Маған да сондай сұрақ келеді. Қазір мысалы бір орыс пен бір украинды қойып қасымызға. Қайсы украин, қайсы орыс екенін тіпті ажырата алмайсың ғой. Олар бір ұлт қой, бір нәсіл ғой, былай айтқанда. Славяндар. Бізді де қырғыз бауырымызбен қойып қойсақ, бізді де ажырата алмаймыз. Мысалы, біз екі ағайындымыз ғой. Алатаудың Қазақ қырғыз бір туған. Бір туған, Алатаудың бір жағы қазақ, бір жағы қырғыз, мысалы. Сондықтан дипломатиялық жолменен келісуге болатын еді деп ойлаймын. Соғыс ашпай. Сіз енді сол кісінің пікірін қолдайсыз ғой? Қысқаша айтқанда. Мен соғысқа қарсымын. Мен сол кісінің соғысқа қарсылығын қолдаймын. Сіз 2018 жылы мәдениетке, өнерге қосқан үлесіңіз үшін Украинада жыл адам атандыңыз, иә? Осы Украинада сіздің өнерде, сахнада табысқан достарыңыз бар ма ол жерде? Енді Украинадан мен көбінесе София Ротаруменен бірге талай сахнаға шықтым. Жалпы мен Киев қаласында Дворец Украина бар. Мен ол жерде көп концерт бергем. Сондықтан әрине менің концерттік бағдарламам бойынша берген болу керек. Себебі олардың көптеген сол концерттік бағдарламаларына және де Киев оркестрімен де мен талай ән орындағам. Ал Украин халқы қандай былай өзі? Осы қазақ әнші халық деп жатамыз ғой. Олардың музыкалық былай потенциалы, жалпы музыкалық білімдері әрине өте жоғары. Жалпы осы Ресей жақта айтатын Украина әншілері мықты деп. Көрдіңіз, мен енді классикаларға баға беретін әнші емеспін. Жалпы Украинаның осы деңгейі ол ешбір мемлекеттен Европада кем емес. Олар өздері Европаға жақын, біріншіден, екіншіден алатын білімдері де мықты. Олар кез келген Европадағы мемлекетте оқи алады, тәжірибе алмаса алады. Жалпы Европа мәдениетіне жақындау халық қой, деңгей жағынан. Біз енді Азиямыз, көрдіңіз бе, біздің табиғатымыз да бөлек. Сондықтан мен ойлаймын, нағыз таланттар ол кез келген ұлтта бар, кез келген мемлекетте бар. Соны насихаттауда байланысты ғой. Бізде насихат аз болады көбінесе. Біз соған жетпей қаламыз. Мемлекетің қуатты болса, өнерпазың да қатты бағаланады ғой. Және де олар Европаға жақындау, көрдіңіз бе? Көбінесе классикалық фестивальдар, классикалық қойылымдар, олардың барлығы Европада өтеді. Көбінесе байқадыңыз ба? Сондықтан олардың мүмкіншілігі бізге қарағанда жақынырақ. Продюсер тауып, ары қарай өсу, оларға жеңілірек бізге қарағанда. Осы сіз Ресей телеарналарында болған кезде, қателеспесем, Андрей Малахов сізді қазақтың примадоннасы деп атайды. Енді сіз осы сөзді қалай қабылдайсыз? Тәжірибеме байланысты шығар енді. Мен шынында да қазіргі жастардың алдында енді бәрінің анасындаймын ғой. Мен сахнада 50 жыл болды жүргеніме. Олар жаңа бастап жүрген, жаңа формат дейді олар. Олар жаңа балалар. Одан кейін олар енді мені сонау Совет одағынан бастап, 76 жылдан бастап біледі. Әлгінге дейін сапта жүргенімді біледі. Әлгінге дейін кез келген Ресей оркестріменен мен жұмыс істей беретінімді біледі. Сергей Соседов деген орыстың критик, музыкалық сыншысы былай дейді: голос ваш стал еще лучше, чем в молодости, голос ваш обрел мудрость дейді. Сіздің дауысыңызда бір даналық пайда болды дейді. Қазақша айтқан кезде енді қаншалықты бұл аудармасы. Мен түсіндім. Бұның сыры неде? Бұл еңбек па әлде бір жаспен келе ма, әлде табиғаттың сыйы ма? Мен ойлаймын, уақыт өткен сайын, жас өскен сайын адам ақылы көбейе береді ғой. Мысалы,
жастық шақтағы орындаған әлиям жас қыз. Айғайлап тұрып әлияны орындайсың. Одан асқан қыз жоқ бұл дүниеде деп. Қазір мен 70-ке келіп қалдым. Қазір мен әлияны орындаған кезде менің көзіме жас келеді. Себебі қыршын кетті ғой. 19-ақ жасында қыршын кетті ғой. Егерде ол тірі болса, біздің залымызда концертте 80-ге келген, 90-ға келген әже болып, немере шөбере сүйіп отыратын еді ғой. Көрдіңіз бе? Ақыл дегеніңіз қалай толысады. Сондықтан уақыт келе есейесің, сенің көзқарасың да өзгере бастайды. Бірінші сен қыз баланың көзқарасымен қарап мен өстім. Екінші ортасында мен әйел, ана ретінде көзқараспенен орындадым. Қазір мен үлкен адам, ересек адам ретінде жастар туралы әңгіме айтқанда мен басқаша көзқараспен қараймын. Мен ойлаймын, Сасидов соны байқаған болу керек. Енді әдебиетте былай түрлі полемикалар болады. Осы кезінде, совет кезінде бір қазақтың кейіпкерлері бір малшылар болды. Бүгінгі прозаның кейіпкері қандай деген сияқты. Бүгінгі қазақ әні қандай болу керек? Иә, бүгінгі қазақ әні, мен ойлаймын, соғысқа дейінгі әндер, мысалы, егерде периодтарды алсақ, соғысқа дейінгі әндер көбінесе дәстүрлі. Біздің Әміре атамыз бар, жаңағы басқа да орындаушыларымыз бар. Дәстүрлі қазақ, нағыз жаңағы Сарыарқаның даласында көшіп қонып жүрген, нағыз табиғаттың әні болған. Соғыс басталған кезде бізде жаңағы европалық білім алған, классикалық білім алған композиторлар көбейді. Сондықтан ол бір жағынан елдің политикасы, бір жағынан өзіміздің халқымызда аз қырылған жоқ қой соғыста. Солардың батырлығын жырлайтын әндер бүкіл Совет одағында жазылды. Соның ішінде біздің композиторлар да жазды. Мысалы, одан кейін соғыстан кейінгі Целинаны игеру кезінде жаңағы біздің Шәмші Қалдабеков атамыздың Менің Қазақстаным деген ән бірінші егінге жаңағы үлкен Целинаға келген жастардың, бүкіл Совет одағынан келген жастардың маршы болған. Бұл бір қарсылық ән деп айтады ғой. Жоқ. Бұл целинниктерге арналған марш. Целинаға, Целинаны игеруге кетіп бара жатқан жаса алтын күн, аспан, алтын дән даласы деп, сол дәнді жырлаған, даланы жырлаған. Сондықтан ол сондай ән болған. Менің өзімнің естуімше. Ол енді қазір бүгін енді гимнге айналды ғой. Одан кейінгі период айтсақ, одан кейінгі кезеңді айтсақ, Шәмші ағамыздың әндері кетті. Вальстер. Жалпы біздің қазақтың дәстүрлі әнінде ритм деген жоқ болған ғой. Шәмші ағамыз оқыған музыкант. Ол орыстың инструменті балалайкада ойнаған. Сондықтан Шәмші ағамыздың композиторлық мәнерінде ритмге бағынған лирикалық әндер жазылды. Және де айтам оны да насихатқа да байланысты. Ол кезде Шәмші ағамыз радиода, музыка редакциясында жұмыс істеген. Сондықтан Шәмші ағамыздың әндері радио оркестрдің сүйемелдеуімен бірден халыққа жаңалық болып келіп, жүрегінен орын алған. Ең көп ән жазған сонда Шәмші Қалдаяқов. Одан кейінгі ағаларымыз соның дәстүрін жалғастырды. Мысалы. Одан кейін 80-ші жылдардағы әндер ол ритмге байланысты Совет эстрадасында көп еліктеушілікпен жазылған әндер. Енді 90-шы 2000-ші жылғы әндер ол енді егемендігіміздің алдындағы егемендіктен кейін көптеген жастар жаңа форматта. Ол алған тәрбиесіне де байланысты, тыңдаған музыкасына да байланысты. Сондықтан қазір екі былай бөліндік деуге болады. Жаңа форматпен жазатын композиторлар бар, дәстүрді жалғастырған композиторлар бар. Ол біздің ортамызға да байланысты. Біздің өмірімізге міне техника келді, компьютер келді, синтезатор келді, барлық келді. Мысалы, Досмұқасан ансамблі сол синтезаторлар, электр гитаралар пайда болғанда бірінші қарлығаштар ғой. Көрдіңіз бе? Ол кезде вокально-инструментальный ансамбль деген кез келген ауылда, кез келген мектепте, институтта, училищеда болатын. Ол мода сондай. Совет эстрадасының ерекше жанры
это вокально-инструментальный ансамбль. Көрдіңіз бе? Мысалы, батыста ол группа деген болады. Рок ойнайтын группа болады, жаз ойнайтын группа болады. А біздің Совет одағында вокально-инструментальный ансамбль. Әндерді жаңағы электроинструменттермен жаңағы өңдеп, сол стильді айту. Бұл жаңа шыққан стиль. Бұл западта жоқ стиль. Ал қазіргі әндеріміз қандай біздің? Қазіргі әндеріміз тамаша композиторлар бар. Соның бірін мен орындайтын Еркін Ұттықбаев. Мен орындайтын Ринат Ғайсин. Мен орындайтын осы айдың 24-інде Астанада орындаймын Дүйсенхан Сыздықов мысалы. Тағы да көп композиторлар болуы керек. Мен енді барлығымен таныспын деп айта алмаймын. Ал енді содан кейін жаңа форматта жаңағы искусственный интеллектімен жазатын композиторлар бар бізде. Оған композитор болудың да керек жоқ. Мен атын айтпай ақ қояйын, жақында бір әншінің выступлениясын тыңдадым, сол таза искусственный интеллектімен жазылған музыкасын тыңдадым. Көңілден шықпады. Сіз енді танымал адамсыз, біздегі елдегі қоғамдық саяси жағдайларды жақсы білесіз. Осы сізді парламентке тартқан кездер болды ма? Енді басқа әріптестеріңіз осы әншілер, әртістер, спортшылар, депутат болып жатады. Менде 3 рет депутаттыққа мен ұсынылдым. 2 рет Нұр Отан партиясының атынан, 1 рет біздің осы Бостандық ауданының әкімінің ұсынысыменен. Мен 3-өінен де бас тарттым. Неге? Мен депутат емеспін. Мен политик емеспін. Мен заңгер емеспін. Ол жерде біздің әріптестерді көрдіңіз ғой отырған. Отырған әртістерімізді, әншілерімізді сіз білесіз. Аттарын айтпай ақ қояйын. Не бітірді, не айтты, не үлес қосты. Көбінесе атақ үшін барды деп ойлаймын солар. Бірақ сізге осындай парламенттік креслоны ұсынған адамдар ренжіген жоқ па сіздің бұлай ол ұсынысты қабыл алмауыңыз? Жоқ, Саматов. Мен ешқандай араласым жоқ, қатыса алмаймын дедім. Сіз Семейде Қараша ауылда өстіңіз, қарапайым отбасында, сиыр саудыңыз, үй жинадыңыз. Әкем темір жолшы, үй шешем жинадыңыз. үйдің бала-шағаның сол тәрбиесі, үйдің шаруасы, мен соған көмекші болдым. Бірақ 1-ші класстан бастап мен қалада оқыдым. Біздің бүкіл балаларымыз қалада оқыды. Бірақ ауыл дегенде осы сіздің есіңізге не түседі? Ауыл дегенде менің ауылымның сыртындағы бала кезімізде жүріп жинайтын гүлдер, жазық дала, бір гүлдерден кейін екінші гүлдер шығады, одан кейін үшінші гүлдер шығады. Мынау даламыз түрі өзгеріп тұратын. Біресе сары гүлдер шығып атады, тюльпандар. Біресе фиалки, қазақшасын білмеймін фиалканың. Сол шығып атады. Соны біз қыздар жүріп етегімізге жинайтынбыз. Ол кезде басқа ой жоқ. Етекке жинап алып, үйге алып келіп, банкіге суға қоятынбыз. Сонда менің шешем ұрсатын. Гүлдердің бәрін жұлып тастадыңдар, өлтірдіңдер. Ендігі жылы ол жерде гүл өспейді. Біз деген үйге қою ғой, біздің ойымыз. Үйге жарқыратып қою. Сондықтан мен табиғат сол кездегі есімде. Жазда өзенге шомылатынымыз есімде. Әкемнің шөпке баратыны, бауырларымның әкеме көмектесетіні, менің шешеме көмектесетінім қыз бала болғандықтан. Соның барлығы менің есімде. Жалпы ауыл адамдарына бір үйге бір, біздің ауыл кішкентай ғана ауыл болды, бір үйге бір қонақ келсе бүкіл ауыл сол жерде тойлап, сол жерде бірге жүре беретін. Бәрі туысқан болып кеткен сияқты. Сондай елестер. Жақында мен 60 жылдығымда ауылыма барып концерт бердім. Мен ешқандай Жарма ауданында мәдениет үйінде концерт бердім. Мен ешқандай той, ешқандай банкет, ешқандай туған күнді атағанды жек көрем. Сондықтан биыл да солай қашып кетейін деп отырмын. Біздің басқа бармаған аудандарымыз бар. Сол жаққа барып 3 күн бойы концерт берем деген ойым бар, жоспарым бар. Туған күніңізде? Иә, туған күнімде мен сахнада тұрдым, 60 жылдығымда. Биыл да солай. Туған күнімде сахнада тұрам. Ал неге бұлай банкет той жасағыңыз келмейді? Ой, мен ол өтірік тойларды жек көремін мен ондай. Туған күн деген мүмкін кішкентай ғана өзіңнің отбасыңмен, балаларыңның ортасында
сол мамамыз деп менің қасымда өздерінің махаббаттарын, жылы жүректерін айтып отыратын бала шағам ғой. Мен солар үшін тудым деп ойлаймын өзім. Және де қазақта жалпы дәстүр жоқ қой туған күн тойлау деген. Қазақ халқында болмаған, қазақ жасты да санамаған. Егер білсеңіз. Иә. Жаңа бала деп айтып қалдыңыз ғой. Сізде Құдайға шүкір бала бар, немерелер бар. Иә, немере бар. Мынау қазақтың бір жас, өзі қазақтың кәсіпкерлері мынандай, сіздің заманыңыздағыдай патефон ойлап шығарған екен. Осы балаларға арналған тілашар бар ішінде, жаңылтпаш бар, содан кейін ертегілер бар. Енді біз сізге осындай дүниені сыйласақ деп едік. Мен өте қуана аламын, себебі менің немерем қазір 2 жаста, кішкентай. Бірақ түсінген кезде міндетті түрде тыңдайды ғой. Бұл енді қазақ кәсіпкерлерінің өнімі, отандық. Рахмет. Қазақша біз кітап таба алмай қиналамыз кейде. Қазақша ойындар таба алмай қиналамыз. Бұны шығарып жатқан азаматтарға үлкен рахмет, себебі қазақ болам десең, міне бесіктен басталады ғой. Иә. Тілден басталады. Біз баламызды қазақ бала бақшасына береміз. Сол кезде ол жақта да әртүрлі ойындар ойнатып жатады, бірақ үйге келгенде міндетті түрде осы ойындар. Жаңа бала деген? Рахмет. Сіздің өнер жолыңызға осы әсер еткен ағаңыз екен, иә? Мектепте оқып жүргенде менің ағам баянда ойнайтын. Екеуміз бірге музыка училищесіне түскенбіз. Училище оқып жүрген кезде біз екеуміз де музыкантпыз ғой. Екеуміз де семейдің, былай айтқанда, белгілі дуэт брат и сестра. Есімі ағаңыздың? Ғалым Рымбаев, ол Астанада тұрады, қазір пенсияда. Бірінші музыкаға солай мені тәрбиелеген менің ағам. Кәсіби сахнаға келгенде бірінші күннен бастап қамқорлығына алған ол менің жолдасым, күйеуім Тасқын. Қазір де менің үлкен ұстаздарым бар. Себебі менің 10 есе жоғары қазіргі күннің музыканттары бар. Соның бірі менің өзімнің ұлдарым деп санайын. 2 ұлым менің 12 жыл музыка мектебінде, 4 жыл өнер академиясында, 2 жыл магистратура бітірген. Сонда осы жолда олардың білімі 18 жыл. Қалай сен оларды тыңдамайсың? Олар деген, мен орындаушы ретінде қабылдасам, олар музыканың өзін зерттеп, бұл қандай деңгей, бұл қандай шығарма, бұл дұрыс музыка ма, жоқ па, бірден айтып беретін. Және де маған әндерін жазады, көбінесе Әлидің әндерін орындаймын. 6 әні бар менің репертуарымда. Және де аранжировка жасатын, сол әндердің тең жартысын жазатын 2-ші ұлым. Мәди. Екеуі бірігіп отырып жазып келгенде әндері керемет шығады, және де аранжировкада екеуі бірге жұмыс істейді. Себебі екеуінің деңгейі бірдей. Бала күнгі достарыңызбен араласасыз ба? Өкінішке орай, Семейге мен талай бардым. Менің мектепте оқыған достарымды кездестірмедім. Енді мен Семейден кеткеніме 50 жыл болды ғой енді. Сіз енді жаңа айтып отырсыз, сахнада жүргеніңізге жарты ғасыр болды. Иә. Қазақтың енді небір үлкен тұлғаларын көрдіңіз. Оның бәрі тарих. Сізге кімдермен кездесу әсер етті? Бір естеліктер тыңдағымыз келеді, көрермен де тыңдағысы келеді. Мысалы, Шәмші аға бар, Нұрғиса аға бар. Шәмші ағамыздың председатель болғанын айтуды ұмытып кетіппін. 75 жылы мен конкурсқа алғашқы рет Алматыға келіп, радио телевидение оркестріменен конкурсқа қатысып жеңіп алған кезде Шәмші аға председатель жюри болған. Сонда мен Шәмші ағаның әндерін орындағам жоқ. Бірақ ол кісі мені конкурсант ретінде жоғары бағалап, маған 1-ші орынды берген. Мен 75 жылдан бастап әнші болып кеткенім сол конкурстан басталған жеңісім. Ал Нұрғиса ағамыз маған ешқашанда, Шәмші ағамыз да маған ешқашанда ән жазбаған. Мен ол кісілердің бұрынғы орындалған әндерін жаңаша өңдеп, өзімше орындап шықтым. Соған ол кісілер разы болды. Нұрғиса ағамыз да маған ешқашанда ән жазбаған. Нұрғиса ағамыздың куә болуын мен 76 жылдан бері орындаймын. Сол кезде тыңдаған аға маған өте разы болды. Менің куә болуымды Роза жақсы орындайды деген маған ойын солай айтқанда мен шында да автордың көңілінен шықтым деп өзіме сондай
былай айтқанда успокоилась дейді ғой. Қорыққан жоқсыз ба? Жоқ. Өйткені ол кісінің бір мінезі. Жоқ, ондай мен көргем жоқпын. Ол кісімен тіпті жиі араласқан жоқпын. Бірақ менің орындап жүргенімді тыңдап, ол кісі сыртынан солай айтқан екен. Себебі көп болды, орындаушылар көп қой. Ең бірінші опера әншісі меццо сопрано Бақыт Әшімова апамыз орындаған. Мен ол кісінің орындаған. Бізде алғашқы телевизор пайда болған кезде 64 жылы телевизордан орындағанын тыңдағам Бақыт апамыздың. Онан кейін мен 76 жылы қалаға келгенде, Алматыға келгенде 75 жыл. Маған оны өңдеп куә болды. Орындатқан Тасқын менен Талғат Сарбаев. Екеуі бірігіп аранжировка жасаған. Жаңа айтып отырсыз ғой, бұйырса елге барам, туған жеріме барам, туған күнімде деп. Сізге бір осы Семей енді өзі бір қайғысы қалың ел ғой. Тарихи қала ғой. Тарихи қала, қайғысы да қалың жер жаңағы. Атом полигоны бар. Облыс статусынан да ұзақ уақыт айырылып тұрды. 30 жыл ұмыт қалды ғой бұл қала көзден. Қала бір қарапайым бір бұзылып атқан жартылай кедейшілік көрген 30 жыл сондай қалаға айналып кетті. 30 жылда. Өкініштісі. Мен ол кезде де талай барғам Семейге. Енді қазіргі жағдайы өзіңіз білесіз. Жаңа өмір, жаңа Семей болып жатыр енді. Жаңа Қазақстан деген сияқты көтерілу үстінде. Сенем, бүгінгі басшыларды біздің енді үкімет басшысы жайдан жай қоймаған болу керек. Сенімменен өз елінің балаларын, жігіттерін өз еліне жіберіп отыр. Сондықтан бүгінгі әкіміміз ол семейлік, жалпы Ақсуат аудандікі. Өз еліне жақсы еңбек етеді деп өзім сенем. Сіз бұрын Семейді басқарған осы өнер адамдарына бір қолдау, көмек жасап жатады ғой. Осы әр өнер адамдары өзінің еліне барған кезде. Осы бір семейліктерден, осы Семей облысынан қандай да бір құрметтер көрдіңіз? Бір сыйлық жасап атады. Ешқандай деп айтуға болады. Мен ешқашанда ондайды тосқанда емеспін. Әлі күнге дейін Семейге барғанда құшақ жайылып қарсы алады. Үлкен оркестрмен мен концерт беремін. Филармония басшылары жақсылап тұрып концертті ұйымдастырады. Енді анда-санда бір гүл беріп қояды енді. Иә, енді кейде иығыма шапан жауып атады енді. Ол енді қазақтың дәстүрі ғой. Ол енді былай айтқанда кез келген қонаққа үйге келсек те біз сыйлық беріп атамыз. Жеке концертімде сондай шапан мініп, шапан жауып, гүл алған болмаса, мен қандай бір ерекше бір. Ғалымжан Жақияновтың ол кісіге 30 жыл бұрын, ол кісі әкім болғанда, сол кісіні мен 20 жылдық концертімде есеп беруге бердім осында. Сол кезде ол кісілер келіп, семейліктердің атынан деп маған бір Жигули ұсынған. Бірақ енді ол өзінікі емес, енді бизнесмен жігіттерді ұйымдастырған ғой енді. Білем оны қандай жігіттерден ақша жинағанын да білем, оны айтпай ақ қойын енді. Бірақ енді Семей облысының әкімі келіп отыр деген кезде енді ол да кішкене бір былай айтқанда құрмет көрсету керек қой. Ол кезде мен жаспын. Ол кезде мен тіпті ондай болады дегенде ойымда жоқ. Қазір кездерде сондай дәстүр болып кетті ғой. Концерт берсе ауылынан бір адамды шақырады дегендей. Ол адамдар жаңағы құттықтау грамотасын алып шығады, не болмаса иығына шапан жабады. Енді сондай бір көңіл бөлінді болды. Былай Семейге барғанда бір ерекше көңіл бөліп, не болмаса мен концертіме спонсор болып дегенде ондайды көргем жоқ мен. Өзіңіз де оған ондайға ұмтылмайсыз? Мен ондайға жалпы біреудің алдына барып ақша сұрауға жоқпын. Болса болады, болмаса болмайды. Бірақ көрерменім өзі онсыз да жиналады ғой. Менің концертім зал, пустой залда болмайды. Әрине. Жаңа айтып отырсыз ғой, өзіңіз әжесіз, ауылдың қызсыз. Осы Роза апай, қалалық әже менен ауылдың әжесінің айырмашылығы қандай? Әжелердің ешқандай айырмашылығы жоқ. Әже болғанда түсінеді, жастар тыңдап отырса. Бар махаббатыңды соған бересің. Қолыңдағы барыңды соған бересің. Себебі ол сенің кішкентай ғана ұрпағың, сенің жалғасың. Сенің балаңның баласы. Ол деген кішкентай ғана бір ботақан, былай айтқанда. Оған қалай сен қамқор болмайсың? Қаланың әжесіне, ауылдың әжесіне біз қолымыздағы барымызды береміз, махаббатты береміз.
қаланың әжесі мен ауылдың әжесінің айырмашылығы жоқ деп ойлаймын. Әженің аты әже. бір адамдарды ренжіткен кездеріңіз болды ма өмірде? Бір қатты ренжіткен кезім болмаған. Себебі мен енді эмоцияның адамымын ғой. Кейде тіке айтып кететінім бар. Эмоцияның адамымын. Өзім өмірді қалай қабылдаймын, сондай көзқарасымен тіке айтып кететін мінезім бар. Бірақ кейінгі кезде оны да кішкене тоқтатып жүрмін. Жасың келді ғой Рымбаева, кішкене ойлан деп. Сізді не толғандырады қоғамда біздің? Өйткені ел ішінде жүресіз, халықпен сөйлесесіз. Мені толғандыратын дүние, біз осылай тұра береміз бе? Біз өсеміз бе? Біз бір жаңа деңгейге көшеміз бе деген сұрақтар болады. Кейбір ауылдарға барғанда қирап құлап атқан ауылдарды көресің. Біздегі жұмыссыздықты көресің. Біздегі кейбір дүниелердің мәдениетсіздік бар, барлығы бар ғой, бәрі аралас оның ішінде. Сондай жағы кішкене ойландырады. Бірақ әлгі мақал бар ғой, Москва не сразу строилась деген. Сол сияқты біз бар жоғы 30 жылы былай егемендік мемлекет болып жатырмыз. Зиялы қауымға да байланысты. Ықпалы, сол мәдениет адамдарына да байланысты. Солардың халыққа беретін өнегесі, тәрбиесі, жүріс-тұрысы. Мен ойлаймын, одан да халық көп әсер алады. Біздің жалпы әнші ретінде, әртіс ретінде біздің де рөліміз ерекше осы біздің қоғамда. Себебі біз мәдениеттің адамымыз, біз мәдениетті, рухани дүниені насихаттап келе жатқан адамдарымыз ғой. Біздің мамандығымыз да сол. Халыққа жоғары өнер көрсету. Халықты жоғары мәдениетке тәрбиелеу. Жоғары шығармашылыққа үйрету. Сол шығармамен тәрбиелеу. Біз өзіміз автор болмасақ та, біз автордың ойын жеткізетін орындаушылармыз. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, зиялы қауымға да, интеллигенцияға да байланысты елдің жағдайы деп. Интеллигенция, өнердің сирек құбылыс болған адамдар біздің өнердегі, олардың бір билікпен қарым-қатынастары болады ғой. Бәрібір билікпен қарым-қатынасымыз бар. Сіздің билікпен қарым-қатынасыңыз қандай? Мысалы, мен бір кейбір әншілерді, ақын жазушыларды да білем, араларында достары бар олардың. Әкімдермен достығы бар, депутаттармен достығы, министрлермен достығы бар. Сіз өзіңіз қандай қарым-қатынас құрдыңыз осылармен? Мен ешқашанда біреумен қарым-қатынаста болайын, бұл кісі маған керек деген ойыма кіріп шыққан емес. Ешқашанда. Менің өнерімді сыйлайтын, менің өнерімді түсінетін адам болса, ол әкім бе, қарапайым ауыл адамы ма, қарапайым еңбек адамы ма, маған бәрібір, ол менің досым. Достарыңыз бар ма жоғарыда? Жоқ. Яғни ол менің көзқарасымды түсінеді, менің айтқан сөзімді түсінеді, менің айтқан орындаған музыкамды түсінеді. Яғни ол менің адамым. Басшылықта жоқ, ешқандай талпынғанда емеспін. Егер де өздері құрметтеп, сыйлап, гүл беріп жатса, әрине мен өте қуанамын. Әрқашанда сыйлаймын. Үкімет басындағы отырған адамдарды, олар біздің мемлекетімізді, халқымызды басқарып отырған азаматтар. Олар жай адамдар емес. Бүкіл мемлекеттің халық үшін жауап беретін адамдар. Әрине мен ол кісілерге үлкен құрметпен қараймын. Бірақ біреумен қатты керемет доспын деп айта алмаймын. Біреумен жақсы араласам, таныспын деп те айта алмаймын. Бірақ енді олардың барлығы мені күнде сахнадан көріп жүр ғой. Олар да мені таниды ғой. 86 жыл желтоқсан оқиғасы сіздің есіңізде ма? Ол күн қалай болды? Сол күннің таңертең қарасам, сағат 9-да елдің барлығы, 8-де ме, 7-де ме, елдің бәрі площадьқа жиналып атты. Немеге бұлар кетіп баратыр? Бір парад бола ма деп ойладық. Біздің ойымызда тек қана парад қой. Одан кейін біз Орал қаласына ұшып кеттік. Бүкіл ансамблімізбен біздің гастроліміз болды. 17 желтоқсан ба? Иә. Содан ұшып кеттік те, ол басталмай тұрғанда біз ұшып кеттік. Одан кейін гастроліміз бір жұма болды. Не үйден хабар ала алмаймыз. Не болып жатқан, связьдің бәрі үзілді.
ешқандай информация алмадық, бірақ біздің залымызда отырғанда көбінесе көрермендердің арасында жаңағы галстук киген, сұр костюм киген адамдар отырғанын көрдік. Біздің ойымызда жоқ ондай желтоқсанға байланысты сөз айту, себебі біз көрген жоқпыз. Мен айту халықтың жиналып жатқаны ғана көрдім, болды. Артынан келгеннен кейін естісек, қырғын соғыс болған екен, оның бәрін біз артынан білдік. Себебі бүкіл связьдің бәрін үзіп тастады ғой. А біздің бала шағамыз, менің бала шағам сол площадьта тұрады. Көрмедім. Біз ести алмадық, ешқандай информация алмадық. Біз анау Орал қаласында сахнада жүрміз. Ал сізге қалай әсер етті келгеннен кейін? Ол кезде бірден фильм шыққан жоқ, көп информация болған жоқ. Бірақ айтқан әңгімелерінен әрине шошыдым. Мүмкін мен сол жерде тұрсам, менің көзімше сондай дүние болып жатса, мен де шығып кетер едім площадьқа. Менің бір подругам орталық базардың қасында тұрады. Көрейінші деп барған екен ғой. Не болып жатыр, көрейінші деп барған екен. Оны ұрып соғып, ол әрең құтылып кеткен екен сол жерден. Көрдіңіз бе? Жай көруге барған адам. Жаңа сіз айттыңыз ғой, осы біздің әңгімеміздің алдында адамдар өзінің пікірін айтуы тиіс деп. Осы әрине сіз өнер адамсыз, бірақ мен сізден сұрағым келеді осы мәселені. Жаңаөзен оқиғасы болды, қаңтар оқиғасы болды. Осы оқиғалар туралы сіз не ойлайсыз, қандай ой түйдіңіз? Бір адамдардың бір сөзінің айтуы, бір неге адамдар алаңға шығып айтты? Олар бірінші өзінің мекемесінде айтады. Ол мекеме тыңдамағаннан кейін ол барып басшылыққа барып айтады мұнайдың. Мұнайдың басшылығы тыңдамағаннан кейін олар барып алаңға шығады. Ол болмағаннан кейін Астанаға келіп айтады. Сонда тыңдаушы өкімет қайда? Қайда сол өкімет? Естіп жатыр бәрін, біліп жатыр. Ана жерде андай болып жатыр, одан кейін олар мында кетті. Тыңдаушы өкімет қайда? Менде сондай вопрос возникает. Демек мәжбүрліктен дейсіз ғой? Олар мәжбүр. Еріккеннен ешкім шықпайды. Несправедливость дейді ғой, қазақша. Әділетсіздік болғаннан кейін шығады халық. Қарапайым еңбек адамдар шығып жатыр ол жерде. Сол жерде жұмыс істейтін адамдар, ол сырттан келгендер емес деп ойлаймын. Осы Әзірбайжанның әншісі келді Қазақстанға. Роза сіздің аттасыңыз. Зергерлі. Зергерлі. Ол кісі айтты, менің әкем Роза Рымбаеваға ғашық болды. Содан кейін сол кісінің құрметіне менің атымды Роза деп қойды деп. Ол маған былай деп айтты. Ол роддомда мамасы босанып жатқан кезде мен сахнадан «Как много лет, вам не любовь спала» деген әнді айтып тұрған болуым керек. Содан әкесі айтыпты, осы әншінің атын берейік осыған деп. Мен сұрайын дегенім, сіз енді сол кездерде көп араладыңыз ғой. Әлемді араладыңыз, КСРОны араладыңыз. Сізге бұлай махаббат хаттары келуші ме еді осы Роза апай? Сезім білдіргендер? Жоқ, мен ондай хаттарды алғанда емеспін, себебі мен тұрмысқа шықтым. 20 жасымда. Әрқашанда менің қасымда менің дирижерім, менің композиторым, менің руководителім Тасқын. Бүкіл халықаралық конкурстарда, бүкіл одақтық конкурстардың барлығында дирижер болған Тасқын. Сондықтан мен ешқашанда жалғыз жүрген емеспін. Және де мен көбінесе бала болдым, шынымды айтсам. Мен осы өзім балалы болғанша бір еркек қыз бала болдым, шынымды айтайын. Өзім балалы болғаннан кейін барып мен ана болып есейдім. Балалармен бірге есейдіңіз бе? Иә, балалы болғаннан кейін ғана мен есейдім. Оған дейін мен еркек қыз болдым. Нені сағынасыз? Әрине күйеуімді сағынам. Жалғыздық деген тек қана өмірде емес, менде, өнерде де. Әрине поклонниктер дейді ғой, былай менің өнеріме ғашық адамдар бар.
мен оның барлығын тасқынмен салыстырамын. Оның деңгейіне жеткен адам кездестірмедім. Біріншіден, оны іздеген де емеспін. Екіншіден, менің 2 балама мен өзім әке, өзім шешемін. Қазір енді немерем бар. Ақылшы, менің осы күнге, осы деңгейге жетуіме барлық махаббатын, барлық еңбегін, барлық шығармашылық білімін арнаған Тасқын. Тасқынмен кездеспегенде белгісіз мен бүгін сахнада жүрер ме едім, жоқ па еді. Оны енді жасың өскен сайын түсіне бересің. Жаңа айтып отырсыз ғой, бала деп, сіздің әнші болуыңызға, музыкамен айналысу үшін бір мектептерден өттіңіз, білім алдыңыз, күйеуіңіздің жәрдемі бар музыкант ретінде. Иә. Бірақ ана болудың бір оқуы жоқ шығар, ана болудың. Қандай ана болуды? Бір ата-аналарда бәрібір біздің де ата-анамыз болды, бір авторитаризм болады ата-анада. Иә. Сіз қалай ана болдыңыз? Барлық аналар қалай, мен де солаймын. Әлі күнге дейін. Балаларым түнгі 11-ден кейін үйде жоқ болса звондаймын. Әй, қайда жүрсің? Үйге қайт деп. Мам, мен уже 30-ға келдім ғой деп әлі айтады. Мәдиде айтады мысалы. Барлық аналар біз бірдейміз. Біз балаларымыздың аманшылығын ойлаймыз. Біз балаларымыздың жақсы оқығанын қалаймыз. Біз балаларымыздың жақсы білім алып, маман болғанын қалаймыз. Біз балаларымыздың өсу жолында соның денсаулығын, соның айналасындағы балалар қандай, немен айланысады менің балам, үйге аман есен кетті, міне бүгін түнде қашан келеді, соның барлығына жүрегіміз дүрсілдеп, елеңдеп отыратын анамын. Барлық аналар мен сияқты. Ұрсатын кезде ұрсып аламыз. Әрине, көп ұйықтап жатса оятамыз. Неғып жатсың деп баяғы. Тұрмайсың ба, бармайсың ба, жаңа ғана ұлыма ұрысып келдім, мысалы. Барлық аналар бірдей. Ол дегеніңіз, ана болған кезде сіздің организміңіздегі миыңыздан бастап, төбе шашыңыздан бастап, бақайыңызға дейін 180 градусқа ана боласың, болды. Және де сапалы адам боласың. Сапалы ана. Ана махаббаты дегенің ол енді бүкіл дүние жүзі, дүниедегі тіршіліктің барлығы сол ана махаббатынан өсіп өліп келе жатыр. Хайуанның өзі ол да балапанына қалай қарайды? Көрдіңіз бе? Роза Қуанышқызы, біздің қоғамда адамдар пара береді. Әлеуметтік пара деген бар. Жол полициясы тоқтап қалса пара беретін кез болады. Делдалдардың заманы, жаңа халыққа қызмет ету орталығының ортасында жүреді. Басқа да бір мекемелерде адамдар бір мәселесін тез шешу үшін пара беріп жатады. Сіз осы пара беріп көрдіңіз бе? Пара бермедім, бірақ алдарына сұрап барғаным бар, өтінішімменен. Пара берейінші деп па? Пара бермегендіктен менің өтініштерім орындалмайды. Ареке, иә, біз сізді құрметтейміз, иә, ойластырамыз, жақсы деп аяғынан қағып шығарып салады, болды. Ал неге пара бере алмадыңыз? Біріншіден, мен қанша беруді білмеймін. Екіншіден, мен кімге беруім керек екенін білмеймін. Это меня никогда не интересовало. Сосын несправедливый нәрсені мен барып сұрамаймын. Заңды, положенный нәрсені ғана сұраймын. Положенный нәрсені береді. Не положенный нәрсені шынында да ақшамен сатып алуға болады. Ондайға бармаймын. Өйткені енді біздің қоғамда да жалпы бір пара беру, парамен ұсталу дегенде бір үйреншікті болып кетті ғой. Үйреншікті, енді көзіміз үйреніп кетті. Адам бірақ бұл да бір мәдениетсіздіктің түрі ғой. Біз мәдениет туралы айтқан кезде тек мәдениет деген бұл ән айту, сахнада спектакль ойнау, немесе бір романдар жазу, ән жазу ғана емес қой. Енді өмірдік жалпы өмірімізді қарасақ,
ондай дүние тіпті көбінесе қанға сіңіп кеткен сияқты. Ондай дүние бар. Сен өзің қолынан ұстап алмағаннан кейін оны мынау бүйтті сөйтті деп айта алмайсың. Өкінішке орай. Ол деген өте құпия жасалатын дүние ғой. Бірақ ондай дүние бар екенін білеміз. Сізбен шама шарқымызша әңгіме құрдық. Біз қоймаған сұрақ, сіз айтам деген ойлар болса. Сіз қоймаған сұрақ, мен ойлаймын, менен эксперт, тарихшы, зерттеуші ретінде көбірек сұрақ қойдыңыз, өкінішке орай. Мен қарапайым әртіспін. Бірақ өзімнің мамандығым бойынша шығармашылығыма мен нақтылы жауап бере аламын. Ал қалған сұрақтарға мен дұрыс айттым ба, қате айттым ба, енді оны енді түсінетін адам өзі баға берер деп ойлаймын. Бәр жағынан мен дұрыс айттым деп айта алмаймын. Себебі мен оларды, былай айтқанда, не исследовала, қазақша қалай дейді? Зерттеп көрген жоқ. Зерттемеген адаммын. Көрдіңіз бе? Поверхностно былай түсінігім бар көп нәрседен. Себебі енді 50 жыл сахнада жүрмін, жасым да келді. Көп нәрсені поверхностно былай түсінетінім бар. Біз Роза апай адам бір өмірден өткен кезде бір шын бағасын беріп жатамыз. Өкінішке орай. Бірақ менің сұрақтарым енді сізге бәлкім бір қиғаштау қойылды ма екен, егер бір тосындау болып жатса, оның себебі сіз біздің заманымыздың үлкен әншісіз деп есептеймін. Олай деп сондықтан санамаймын. сіздің әр мәселеге қатысты пікірлеріңіз де бізге қажет деп ойлаймын. Рахмет сізге. Жақсы күндерде жолығайық. Мен сіз шақырған кезде таң қалдым, шынымды айтсам. Себебі сіздің көптеген интервьюларыңызды мен зиқардан тыңдап жүрмін, ютубтан, инстаграмнан тыңдап жүрмін. Неге көңіл бөлді деп ойлайсыз? Сізге. Неге сіздің бағдарламаларыңызға көңіл бөлдім деп айтайын? Бір ойлы дүниелер, өмірімізге қатысты адами қасиеттер, көзқарастар, сондай сұрақтарды көп талқылайсыз отырған жаңағы өзіңіздің кейіпкеріңізбенен. Сондықтан біз ондай дүниелерден де көп нәрсе аламыз ғой. Тыңдаймыз, ойланамыз. Жай ғана сұрақ жауап емес. Қашан тудың, қай жақтан келдің, көйлегің қандай дегенде ондай емес. Бір ойлы сұрақтар бересіз. Ол енді сіздің өзіңіздің жоғары журналистік деңгейіңіз ғой. Осындай мен де өзімді олай деп есептемеймін сіз сияқты. Жоқ, осындай бағдарламалар көбірек болса, сізге конкуренттер шықса, одан арман терең жұмыс істейсіз. Көрдіңіз бе? Конкурент болмайынша қиын. Кез келген салада бәсекелік болу керек. Өнерде де солай болу керек. Көрдіңіз бе? Бәсекелік болған сайын сапа көтеріледі ғой. Мен енді сізді сапасыз деп ойламаймын, сіз ақылды бір бауырларымыздың бірісіз, сондықтан мен сіздердің бағдарламаңызды көріп отырамын. Өзіңізге кездескенде де айтқам, мен сіздің бағдарламаңызды көріп жүрмін деп. Рахмет. Бір бағдарламаны көрейін де, содан кейін, дұрыс, мынаны көруге болады екен деп, мен шешімге келемін. Ал енді постоянно сіздің эфиріңізді білмеймін, қай уақытта шығатынын, бірақ кездесіп қалған кезде телевизордан мен міндетті түрде қарап отырамын каналдан. Сонда мен таң қалғаным сол, мені неғып сіз таңдадыңыз? Өңкей керемет ақылды адамдармен әңгіме соғып жатсыз. Мен қарапайым әншімін, әртіспін. Мысалы, әдебиет жағынан да мен мықтымын деп айта алмаймын. Тарих жағынан да мықтымын деп айта алмаймын. Өзімнің орындаушылығым жағынан әрине мен кәсіби маманмын. 50 жыл осы мамандығыма еңбек етіп келе жатырмын. Мысалы, ол туралы айта аламын. Сондықтан ойлаймын, менен не туралы сұрайды екен деп. Қиын болады ау деп ойландым, шынымды айтсам. Бірақ қиын болған жоқ. Жақсы әңгімелестік. Бірақ мен енді қарапайым адаммын. Қатты керемет ақылды гениймін деп айта алмаймын. Өзімнің мамандығым бойынша таза еңбекпен келе жатқан адаммын. Өзім солай деп санаймын.
мүмкін менен жоғары 10 есе жоғары әншілер бар әрине, менен төменірек әншілер бар. Мен өнерде өзімнің орным бар екенін білем. Әйтпесе жүрмес едім 50 жыл сахнада. Жақсы, Роза Қуанышқызы. Сізге рахмет Амандық тілейміз. шақырғаныңызға. Роза апай, мәділ сізге. Келе жатқан туған күніңізбен сізбен бірге бір күнде туғанбыз. Енді 28-демін. Мен тойламаймын, жасымды бәрі біліп аласыздар интернет арқылы. Тұр, бір